Неге біздің ғылымға бизнес сенбейді? Келісесіз ба? Келісемін. Бизнес сенбейді, инвестиция құйғысы келмейді. Мысалға сіздер Назарбаев университетінде кәдімгі ұлтарақ ойлап таптыңыздар. Соған қытайлық инвесторлар келіп жатыр деп естідік. Бұл қалай, бұл не? Біз өзіміздің іргемізде тұрып соны көрмейміз ба? Енді бір жағынан айтайын, бизнес саласынан айтайын. Бизнес саласынан, бізде бизнес саласында көп бизнесмендер шикізатты сатып пайда көрген бизнесменнің ойлауы осындай өнім жасап сататын бизнесменнен енді әлдеқайда басқа. Сондықтан да бізде ондай бизнесмендер өте аз деп айтсам болады. Өйткені мен одан басқа да қаншама өнімдер шығардық, біз оны бардық, ұсындық. Сондықтан да мүмкін бізде Қазақстанда әлі сол салаға біз әлі жетпеген шығармыз.